Саламатсыңдар ма балалар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы роботтың түрлері және оларды қолдану. Сабағымыз түсінікті болу үшін видеоның аяғына дейін көреміз. Оқу мақсаттары: робот анықтамасын тұжырымдау және роботтардың түрлерінің үлгілері және оларды қолдану салаларына мысал келтіру. Робот тірі ағзаға ұқсатып жасалынған автоматты құрылғы. Ол түрлі датчиктер арқылы ақпарат алады және өзіне жүктелген программаға сәйкес әрекет етеді. Алғаш рет робот сөзін чех жазушылары ағайынды Карел және Йозеф Чапектер 1920 жылы енгізген. Робот сөзі чех тілінде еріксіз еңбек ету деген мағынаны білдіреді. Бүгінгі таңда роботты қазақ тілінде құлтемір деп те атап жүрміз. Роботтар не үшін қажет? Адамдар роботты ауыр әрі қауіпті жұмыстарда, мысалға, минадан тазалау жұмыстарына пайдаланады. Робот адамның, жануарлардың моделі. Оған тірі ағзалардың, адамдардың, жануарлардың сезім мүшелерінің қызметін көшіреді. Роботқа бионика сияқты қолданбалы ғылымның қағидаларын қолданады. Ол өздігінен немесе командалар беретін адамның басқаруымен жұмыс істей алады. Адамға ұқсас роботты андроидтар деп атайды. Андроидтарды көбіне ойыншық немесе қызметі шектеулі үй жұмысына көмекші ретінде қолданады. Халықаралық стандарт бойынша роботқа төмендегідей сипаттама берілген. Робот екі немесе одан да көп ось бойынша программаланатын, белгілі бір дербестікпен жұмыс істеп, алға қойылған міндеттерді орындайтын механизм. 2019 жылы 16 сәуірде өткен халықаралық Сколково робот-техникалық форумында әлемдік робот-техника нарығына аналитикалық талдау ұсынылды. Талдауды Сбербанк робот-техникалық зертханасы дайындады. Сол аналитикалық талдаудың екінші бөлімінде роботтың анықтамасы мен жіктелуі келтірілген. Осы аналитикалық талдау бойынша бір уақытта берілген үш шартқа сәйкес әрекетті орындайтын кез келген механизм робот деп атауға болады. Ол қандай шарттар дейтін болсақ, сенсорлардың көмегімен сыртқы әлемнен ақпарат немесе команда қабылдау. Бұл жерде сенсорлар қызметін атқаратын құрылғыларға микрофондар, камералар, әртүрлі электрлі, механикалық және тағы басқа датчиктерді жатқызуға болады. Әрекет қабылданған шешімнің нәтижесінде қозғалысқа келу, сыртқы әлемге қандай да бір түрде әсер ету. Ойлау, сырттан келген ақпаратты немесе команданы түсіну, ойлану. Түсіну және ойлау нәтижесінде әрекеттерді жоспарлау және шешім қабылдау. Балалар, роботтың негізгі түрлеріне тоқталып өтейік. Өндірістік робот бұл өнеркәсіпте адамдарға ұқсамайтын, бір орында тұрып жұмыс істейтін стационар роботтар жиі қолданылады. Оларға робот-станоктар, өндірістік желілер және манипуляторлар жатады. Медициналық робот бұл хирургиялық ота жасау, тамырға дәрі жіберу, массаж және тағы басқа жұмыстарға қолданылады. Ең танымал хирургиялық робот Да Винчи. Оның көмегімен бірнеше хирург операторлар жоғары дәлдіктегі оталарды жасайды. Адам ағзасына күрделі ота жасау үшін өте кіші нанороботтар қолданылады. Тұрмыстық робот бұл ауыр жұмысты жеңілдетіп, көмекші қызметін атқарады. Бұл роботтар хатшы болады, бөлмелерді тазалайды, жануарлардың қызметін атқарады. Мысалы, кейбір бұйрықтарды орындай алатын робот-ит, робот шаңсорғыш, тағы басқалар бар. Әскери робот бұл әдетте қашықтықтан басқарылады және ерекше қауіпті жағдайларда адамды алмастыра алады. Бұл роботтарға робот мина тазалаушы, робот танк, робот санитар және тағы басқа түрлері мысал бола алады. Робот мұғалім
Бұл мұғалімнің көптеген қызметін атқарады. Мысалы, дауыстап оқиды, бірнеше тілде сөйлейді, тапсырмалар бере алады. Мұндай роботтар әзірше адамның эмоциясын ажыратып, ол сияқты ойлай алмайды. Оқушыларды ынталандыру, сыныпты басқару сияқты қызметтерді орындай алмайды. Жоғарыда роботтың барлық түрі айтылған жоқ, өйткені бұл сала әлі де даму үстінде. Болашақта әртүрлі салада адам қызметін ауыстыратын роботтардың сан алуан түрі пайда болуы мүмкін.